Хромтау аудандық Нұр мешіті ұсынады. Альхамдулиллахи Раббил аламин, вассалату вассаламу аля Расулиллах, Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ва ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла тағалаға мақтау мадақтар, ардақты пайғамбарымызға салауат сәлемдер болсын. Құрметті қадірменді жамағат, бүгінгі келіп жеткен қасиетті жұма баршамызға хайырлы берекелі болсын. Бүгінгі жұмаға арнайы ниеттеніп, Алланың жер бетіндегі қасиетті мекені мешітке келіп жатқан қадамдарыңыздың біріне Алла тағала күнәларымызды кешірген, енді бір қадамдарымызға өзінің құзырында дәрежемізді көтерген болсын. Алла тағала момын мұсылман пенделерін өте қатты жақсы көреді, барлық пенделеріне ерекше мейірімді. Алла тағала бүгінгі қасиетті жұманың тақырыбы адалдық мұсылман болмысының айнасы. Адалдық мұсылман болмысының айнасы. Алла тағала адамзатты жаратқаннан кейін оның бойында ең асыл қасиеттердің бірі осы адамның адалдығы екен. Ешкімнің ала жібін аттамай, ешкімге қиянат жасамай, Алла тағала өзіне аманат қылып берген өмірде, мына бір сынақ өмірде дұрыс адам болып өмір сүріп, Раббысын танып, Раббысының бұйрықтарын орындап, сонымен бірге тыйымдарынан тыйыла білген, және ардақты пайғамбарымыз айтқандай, өзінің айналасындағы адамдарға тек қана оның жақсылығы тиген адам болып өмір сүру әрбір мұсылманның, әрбір адамның борышы. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, мұсылман деген кім деген кезде, мұсылман адам оның қолынан да, сөзінен де, тілінен де, оның іс-әрекетінен де оның айналасындағы адамдар зәбір көрмеген, зиян көрмеген адам сол шынайы мұсылман дейді. Сондықтан біз адалдық деген кезде тек қана жеп жатқан асымызды ғана түсінуге болмайды. Адалдықтың ұғымы, түсінігі ол өте кең. Біздің өміріміздің кез келген саласын қамтитын сондай ұлы бір сипат. Шынайы момын мұсылманға тән болған сипат. Ардақты пайғамбарымыз, білесіздер, 40 жасында пайғамбар болып жіберілген болса, сол пайғамбарлыққа дейін өзі туылып өскен қоғамда Мұхаммадул Амин, ең сенімді, ең адал, ең шыншыл Мұхаммед деген атпенен танылған еді. Өздері білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алып келген дініне, шариғатына, шақырған насихатына құлақ аспаса да, оған иланбаса да, оған сенбесе де, бірақ мал дүниесін, байлығын, алтын күмістерін ең сенімді адам, ең сенімді, сол Меккедегі ең сенімді адам болған ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйіне аманатқа қоятын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзін өлтіремін деп жүрген, өзіне қиянат жасаймын деп, өзінің шақырып жатқан Алланың ұлы діні, ислам дінін насихаттап жатқан кезде, сол дінменен соғысып, Алла мен Алланың пайғамбарын жоқ қыламыз деген, сол Мекке мүшриктерінің де аманатын оған сеніп тапсырған, сенімдеріне еш қиянат жасамаған. Бұл міне шынайы момын мұсылманның сипаты, адалдық. Ардақты пайғамбарымыз сондықтан айтады біздерге: «Аддил аманата иля ман иътаманака ва ла тахун ман ханака». Саған сенім білдіріп тапсырған аманатты өз иесіне табыста. Енді саған кімде-кім қиянат жасаған болса, сен оған қиянат жасама дейді. Қазақ айтады, таспен ұрғанды аспен ұр дейді. Міне бұл осы хадистерден алынған біздің нақыл сөздеріміз, тәрбиелі сөздеріміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам саған аманат қылып тапсырды ма? Аманат деген ол бір зат емес. Аманаттың ұғымы соншалықты кең. Бұл мына бізге берген Алла тағаланың жаны да, тәніміз де, денсаулығымыз да, барлығы өзімдікі деп айта алмаймыз. Бұл уақытша дүние бізге аманат қылып берген екен. Сондықтан аманатқа қиянат жасауға болмайды екен. Бұл осының барлығы сол адалдықтың ұғымына кіреді екен. Ең бірінші, адалдық иманның өзегі, имандылықтың өзегі. Адалдық бұл, қарасаңыз,
бір қанша түрге бөлінеді екен. Ең бірінші Алла тағаламен болатын адалдық, пендемен Алланың арасында болатын адалдық. Адам баласының қарым қатынастары бар ғой. Ең бірінші пендемен адамның арасында қарым қатынас бар, одан кейін қоғаммен болатын қарым қатынас бар. Ең бірінші пендемен Алланың арасындағы қарым қатынастағы адалдық, бір қанша адалдық бар екен, біз соған тоқталып өтетін болсақ, ең бірінші құлшылықта адал болу. Құлшылықта адал болу деген нәрсе не? Ол ықыласпен жасалу. Жасалып жатқан амалымыз ықыласпен, ниетіміз Алланың разылығы болу шарты екен. Алла Тағала қасиетті Құранда біздерге мархамет қылады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жайында хадистерінде де баяндайды. Сол хадистердің біріне тоқталатын болсақ, былай деп дұға жасаған екен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Аллахумма раббана ва раббу кулли шайин, иж'альни мухлисан лака ва ахли фи кулли саатин фи кулли дуния вал ахира, я зал джалали вал икрам. О Раббымыз, және барлық жаратылыстың Раббысы, жомарттықтың иесі болған Алла Тағала, мені және менің жұртыма әрдайым дүниеде де ақыретте де, дүниеде де ақыретте де өзіңе ықыласты болуды біздерге нәсіп ет деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тек қана өзіне емес, менің және менің жұртыма, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үмметіне де осы нәрсені айтып жатыр. Адалдық дегеніміз, ықылас дегеніміз бұл сондай дүние. Білесіздер, Худжатул Ислам, исламның дәлелі деген лақабатқа ие болған имам Ғазали деген имам өткен. Руханият ілімінің көсемі болған сондай ұлы ғалым өзінің Ихия улумуддин, дін ілімдерін тірілту, жаңғырту деген еңбегінде мынандай мәтінді келтіреді. Аллаға ықыласты болу деген бақыт жолына түсу дегеніміз ол екі нәрсемен болады дейді. Біліммен және Аллаға құлшылық етумен дейді. Барлық Аллаға құлшылық етушілердің ішіндегі, қарапайым құлшылық етушілердің ішіндегі ғалымдар, олар озды дейді. Енді ғалымдардың ішінде де білгеніне амал қылғандар озды дейді. Енді олардың ішінде де сол білгеніне амал қылған, Алла субханала ва тағалаға жасаған амалдары ықыласпен болғандар озды дейді. Қарап тұрсаңыз, барлық амал жасаушы көп екен. Білімділер де көп екен. Бірақ солардың ішіндегі жасалған амал біліммен, ықыласпен жасалған болса, міне осы шынайы Құдайға деген адалдық болады екен. Екінші, осы жасалған амалымыз риясыз жасалса. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл рия Аллаға серік қосудың ең кішкентай қадамы деп түсіндіреді. Өйткені ниетіміз жасап жатқан амалымыздағы шынайы Алла разылығы үшін болмай қалады екен. Адамдар көрсін, естісін, айтсын, пәленше жасады екен, пәленше осынша қаражат бөлді екен, пәленше осындай екен деген сөздерді есту мақсатында сондай ниетті жасайтын болса, бұл да Аллаға серік қосудың ең кішкентай қадамы екен. Сондықтан ардақты қасиетті Құранда Алла Тағала біздерге былай деп мархамет қылады: Я айюхаллазина аману ла тубтилу садақатикум бил манни вал аза каллази юнфиху малаху риаа ан-наси ва ла юъмину биллахи вал яумил ахир. Ей Аллаға иман келтіргендер! Ей Аллаға иман келтіргендер, сіздер мынандай болмаңыздар дейді. Аллаға және ақырет күніне иман келтірмей, мал мүлкін адамдарға көрсін, білсін деп садақа жасайтын, жасаған садақасын садақа алушы адамға зиян беретін сөз, іс, қимылменен жасайтын адам сияқты болмаңыздар деп Алла Тағала біздерді рия жасаудан және жасаған ізгілігімізді біреулерге сол жақсылығымыз, зекет берген адам зекетін алушы адамға, садақа берген адам садақасын алушы адамға ісімен де сөзімен де қимыл әрекетімен де зиян беруге болмайды екен. Бұның барлығы сол рияның түріне жатады екен. Өйткені бұл біздің амалдарымыздың барлығын жойып жібереді. Жасаған амалымыздан ешқандай біздерге, дүниемізге де ақыретімізге де пайда болмай қалады екен. Сондықтан амалдарды риясыз жасау бұл Аллаға деген адалдық екен. Үшінші, адами борышымыз, азаматтық парыздарымыз бар екен.
біздің осы өмір сүріп жатқан қоғамда. Ең бірінші, оның 3 түрі бар екен. Ең бірінші елге, халыққа, қоғамға адал қызмет жасау. Кез келген жаңағы қоғамда біз жалғыз өзіміз өмір сүре алмаймыз. Қоғаммен байланысымыз өте тығыз. Сондықтан әр салада біздер жұмыс жасаймыз. Сол жұмыс жасаған салаларымызда ең бірінші біздің жасап жатқан ниетіміз, сіз нәпақа табу үшін болса да, бала шағаңызды бағу үшін сіз жүрген болсаңыз да, ең бірінші үйден шығатын кездегі қадамыңыз, жаратушы Алла, рызықтың иесі сен, рызықты берушісі де сен. Сол жолда әрекет ететін, сол жолда сенің рызқыңнан үміттенетін біз пендеге беретін рызқыңды берекелі қыл, хайырлы қыл, адалынан қыл деп сіз үйден шығатын болсаңыз, сондай ниетпенен сіздің осы ел үшін, халық үшін жасап жатқан қандай қызметіңіз болмасын, ол сізге мол берекемен, табыспен қайтады екен. Өйткені осы жерде шынайылық, осы жерде ниетімізге байланысты болады екен біздің амалдарымыз. Екінші, ақ жолдан айнымау. Ақ жолдан айнымау дегеніміз, ақ жол дегеніміз ол қасиетті Құран менен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннаты, осы екеуінен құралған әхлу сүнна уал жамағаның жолы, ол біздің шынайы ақ жолымыз екен. Осы жолдан дүнияви мақсаттарға, немесе дүнияның жылтырақтарына біз көңіл қойып, негізгі парыздарымызды, негізгі ұстанымымызды, негізгі құндылықтарымызды жойып тастамауымыз керек екен. Мысалы ретінде айтатын болсақ, осыған дүние деп біз ақыретімізді Алла Тағала қасиетті Құранда тыйым салған іс-әрекеттерге қол ұрмауымыз керек екен. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннатында баяндаған, немесе ардақты пайғамбарымыз бізге үлгі бола алған жақсы қасиеттерден, жақсы ұстанымдардан біз дүнияви нәрселер үшін бас тартпауымыз керек екен. Бүйтетін болсақ, біз хақ жолдан тайып кету қаупі жоғары болады екен. Үшінші, ар сақтау. Ар сақтау. Қоғамдағы баршамызға қатысты болған міндеттер, соның үшіншісі арымызды, ұятымызды, имандылығымызды бірінші орынға қоюымыз керек екен. Себебі имандылық дегеніміз бұл адамның ар ожданына негізделеді. Жүрегінде тұрған Құдайға деген сенімі. Егер осы ар ожданымыз тапталатын болса, немесе біздің дүнияви нәрсе, осы қоғамдағы іс-әрекетіміз, немесе нәпсіміздің қалаулары, ар ожданымыз таптап өтетін болса, онда иманды ысырып қою деген сөз болады. Мысалы ретінде айтатын болсақ, барлығымызда кәсіп жасаймыз, барлығымыздың мамандығымыз бар. Сол мамандығымызда ең бірінші адал бола білуіміз керек. Мысалға ретінде айтатын болсақ, бұғанда мысалға дәрігер өз саласында адал болу керек. Көше тазалаушы, ол да қызмет, ол да қоғамға пайда тигізетін. Егер тазаламайтын болса, біздің қоғамда тазалық кетеді, қаламызда тазалық кетеді. Қарапайым көше тазалаушының өзі сол өзінің жұмысында адал болатын болса, арын сақтап істейтін болатын болса, сатушы бар, сатып алушы бар, ортасында жүрген адамдар бар. Осылардың барлығы бірінші орында біздің имандылығымыз тұру керек. Мысалға жақсы пайда табайын деп, немесе бір ақша істеп қалайын деп, біз иманымызды, арымызды тастауға болмайды екен. Осы нәрселер қоғамда ортақ болған біздің азаматтық борыштарымыз екен. Осы нәрсені сақтай білетін болсақ, біз Құдайға деген адалдығымыз осы нәрселерден құралады. Одан кейін төртінші, Аллаға деген адалдық, Алланың біздерге берген аманатын сақтау. Біздерге Алланың берген аманаты өте көп. Жаңа айттым ғой, жоғарыда уағыздың басында, тіпті біз енді айтамыз ғой, мынау менікі, мынау менікі, мынау менікі деп айтамыз. Шындап келгенде уақытша біздікі. Егер барлығы біздікі болатын болса, неге біз өлмей тірі қалмаймыз, жанымызды сақтап қала алмаймыз тәнімізден? Алла Тағала сәті келген кезде жанымызды алып қояды. Ажалымыз келген кезде. Шынымен біздікі болса, бізде қалу керек еді ғой. Демек, мына бізге беріп тұрған жан да, Алланың рухы да, тәніміз де барлығы біздерге берілген аманат екен. Алланың аманаттары өте көп. Бұл жайында қасиетті Құранда біздерге айтады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна араднал аманата алас самавати вал ард вал джибала фаабауна ан яхмилна
وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Енді қараңызда, өте Алла тағала шебер ғой, хаким ғой Алла тағала. Расында біз аманатты 7 қат көкке, аспандарға, жерге де, тауларға да ұсындық дейді. Алайда олар оны мойындарына алудан бас тартты. Аспанда, жерде, тауларда Алланың аманатын көтере алған жоқ. Оның бір себебі бар. Оның ауыр жауапкершілігінен қорықты олар. Сөйте тұра, оны адам баласы өз мойнына жауапкершілікке алып дейді. Шүбәсіз адам баласы тым залым дегені әділдікке қас, қателікке, күнәға жақын һәм жауапкершілігі төмен дейді. Сол себепті адам баласы өз-өзіне көп зұлымдық жасап қояды екен. Әрі өте надан дейді. Осы аятта әрі өте надан. Ақиқаттан бейхабар, ғаплетте болады көп жағдайда. Көп жағдайда күнәға бой алдырады, нәпсінің қалауларына ерік беріп жатады. Міне осы нәрсені Алла тағала біздерге қасиетті Құранда баяндады. Енді Алла тағаланың осы жердегі аяттағы аманат дегені не нәрсе екен? Осыған тәпсірші ғалымдарымыз имам Фахруддин Рази деген тәпсірші ұлы ғалым олай түсіндірме береді. Аяттағы Алла тағаланың аманат дегені бұл тәклиф, яғни мұсылмандарға міндеттеген міндеттері. Адам баласына міндеттеген міндеті. Қараңыз, біз және біздің айналамызда біз өмір сүріп жатқан әлемде өте көп жаратылыс бар. Алла тағала тәклиф дегені Алланың бұйрықтары және тыйымдары. Өмір сүрген кезде сол Алланың қойған заңдылығы бойынша пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям салып кеткен сара жолмен жүре тұрып өмір сүру керек екендігін тәклиф деп айтады. Оның ішінде намаз, иманды болу, намаз, ораза, зекет, ары қарай қоғамға пайдалы болу, жақсы мінез, көркем мінезді болу, көршінің ақысы деген бар, ағайын туманың ақысы, отбасылық қарым-қатынас деген дүние бар. Айта беретін болсақ өте көп. Осының барлығын Алла тағала басқа жаратылысқа емес адам баласына міндеттеген екен. Енді осы жерде екі нәрсені айтты. Өзіне көп залымдық жасайды деді, және көп надандық танытады деді. Екі нәрседе. Біздің залымдық жасауымыз көп жағдайда өз-өзімізге қиянат жасаймыз. Осы Алланың берген аманаттарына қиянат жасап қоямыз. Екінші, ғаплетке бой алдырамыз да, яғни елемей, көп мән бермей жүре береміз. Алла тағаланың парыздары, бізге берген өмір өтіп жатыр, парыздарын орындадым ба, бүгін мен не істедім, дүниеме, ақыретіме қандай жақсылық жасадым деген сұрақты әрбір адам өзіне күнделікті кешкісін қою керек деп мұны Омар ибн Хаттаб айтып кеткен. Сіздерге Алланың есебі болмай тұрып, есебі тұрғызылмай тұрып, әр адам өзіне есеп берсін деп айтып кеткен. Демек, біз жаңағы ұмытып қалу, нәпсіге бой алдыру, күнәға кетіп қалу деген нәрселердің алдын алу үшін осы нәрселерге мұқият болуымыз керек екен. Сондықтан Алла тағала басқа емес, біздерге осы мұсылманшылық талаптарды міндеттеген екен. Осы біздерге Алланың жер бетіне түсірген аманат екен. Бесінші, Аллаға разы болу. Енді бұл да өте ауқымды тақырып. Адамда, қоғамда өмір сүріп жатқан адамдардың өмірлерінде әртүрлі жағдай болады. Біреуінде рызқы несібесі кең болады, кей жағдайда рызқы несібесі тарылып қалып жатады, кейде Алланың сынақтары келіп жатады. Алла тағала денсаулықпен сынайды, отбасымен сынайды, бала шағамен сынайды, ағайын тумамен, көршімен сынайды, жұмыс орнында сынайды. Қысқасы, Алла тағала басқа аятта айтады: «Лақад халақнал инсана фи кабад». Біз адам баласын қиындықта, енді мына сынақ дүниеге жараттық дейді. Олар сынақ дүниені өмір сүреді. Яғни біз қазір өмір сүріп жатқан өміріміз сынақ дүние екен. Қиындық, жақсылық, қуаныш, қайғы осылай бірінен кейін бір келе береді екен да. Мұсылман адам дұрыс бұл өмірден шынайы мұсылман болып өту үшін, жақсы адам болып өту үшін осы Алланың жазған тағдырына риза болу. Аллаға риза болу дегені Алланың жазған тағдырына, жақсылық та жамандық та Алладан, иманның 7 шартының бірі. Сол кезде бізге келген сынақ та жеңіл болады екен. Бізге келген қуанышта біз жаңағы шектен шығып, Алланың берген рызқы несібесінің берекесі келіп жататын болса, біз шектен шығып, бұл менікі деп қалағанша жұмсаймын деп, оңды солды харам жолға,
жұмсамай, адам кішкене ойланып жұмсайтын болады екен. Демек, Аллаға разы болу дегені Алланың бізге жазған тағдырына разы болу керек екен. Сол кезде бізге келген сынақтарға біз сабырменен, ұстамдылықпенен жаңағы жақсы қарсы алып, оны жақсы жеңіл өткізе алады екенбіз. Екінші, бізге келген сынақ ретінде келген дүние беріп жататын болса, тағы басқа нәрсе мүмкіндіктер басқалардан қарағанда көбірек Алла Тағала біздерге мүмкіндік беріп жатқан болса, біз оны да дұрыс, бұл бізге беріп жатқан Алланың сынағы. Демек, бұны жақсы өту үшін, Алланың сынағынан дұрыс өту үшін, оны қайырлы, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйреткендей жолменен жүріп өтуім керек деген ұғымда болады екен. Міне сондықтан ардақты пайғамбарымыз былай айтады: сауаптың ең үлкені, жақсылықтың ең үлкені ол сынақтың үлкендігімен болады дейді. Егер де Алла Тағала бір қауымды жақсы көретін болса, оны сынайды дейді. Сынайды, сынақ береді дейді. Кім сол сынағына, енді бәрімізде болатын дүние, қайбір пендесі Алланың сынағына разы болып қабылдайтын болса, Алланың разылығына жетті дейді. Ал кім Алланың келген сынағына, бұл Алланың маған берген сынағы, бізге берген сынағы деп қабылдамай, разы болмай, неге менде осындай бола береді, неге менің жолым жабыла береді, неге басқаларда мен былай да, менде үнемі осылай болып қала береді деп, немесе көп жағдайда жаңағы ең жақын адамымызды алып қойған кезде, әкемізді, анамызды, немесе бауырымызды, немесе баламызды жастайынан Алла Тағала алып қойған кезде, көп жағдайда біз жаназаларда естіп жатамыз: Құдай, неге бұны алдың, орнына мені алмадың ба деген. Бұл Алла сақтасын. Егер осыны Аллаға қарсы келіп тұрып айтатын болса, діннен шығып кету қаупі жоғары. Бұл Алланың жазған тағдырына разы болмау. Бұл Алланың келген сынағын сынақ деп қабылдай алмау болып табылады екен. Сондықтан бізге Алланың сынағы келді ме, оған разы болып, оны қабылдайтын болсақ, Алланың разылығына жетеміз. Қарсы болатын болсақ, Алланың ашуына душар болып қалады екенбіз. Екінші, ардақты ағайын, өмірлік ұстаным, адал табыстау әр адамның міндеті. Адал менен бала шағаның нәпақасын табу әрбір адамның парызы. Үшінші, адал ас жеу. Біз егер адал ас жемейтін болсақ, дұғамызда, тілегімізде, намаз құлшылықтарымызда қабыл болмай қалады екен. Өйткені жеген ас біздің немізге, құлшылығымызға, ықыласымызға тікелей әсер етеді. Үшінші, сөз адалдығы. Мұсылман адам уәдесінде тұрады. Мұсылман адам тек қана дұрыс, шындықты ғана сөйлейді. Өйткені Алла Тағала Құранда бұйырады: «Я айюхаллазина аману уттақуллаха ва қулу қаулан садида». Аллаға сенгендер, иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар және түзу сөз сөйлеңдер, шындықты сөйлеңдер, тура сөз сөйлеңдер деп бұйырады. Төртінші, руханият, яғни біздің иманымызда адал болу. Өйткені қазір қоғамда білесіздер, намаз оқитындар бір-біріне сенбейді. Неге? Өйткені сенім кетіп қалды біздің арамыздан. Өкінішке орай. Осыны қайтаруымыз керек. Намаз оқимын дейді, оның бойында мұсылманша бейне бар, сақалы бар, басының тақиясы бар, немесе аузында бисмилла, Аллаху акбар, субханалласы бар. Адамдардан қарыз алады, немесе адамдармен жұмыс жасайды да, содан кейін барып жұмыстың ортасына келген кезде, немесе жұмыс аяқталған кезде, ақшаға келген кезде қиянат жасап, уәдені бұзып, немесе алған қарызын қайтармай, кейбір адамдарға қиянат жасап жатады. Бұл исламның кемшілігі емес, құрметті жамағат, түсіне алайық. Бұл сол адамның бойындағы тәрбиенің, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мінез құлқыменен, шынайы мұсылманша сипаттармен сипаттала алмаған, ол адамның надандығы, ол адамның кемшілігі болып табылады екен. Сондықтан рухани біз адал болуымыз керек, сөзімізде тұруымыз керек, мұсылман адам уәдесінде тұру керек, мұсылман адам шыншыл болу керек деген секілді. Себебі бұл біз ешқашанда мұсылманбыз ба, әрбір мұсылман сезіну керек. Сіз ұстанып жүрген дін, бұл Алланың аманаты, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның аманаты. Егер сол дінді жамыла отырып, дінді ортаға қоя отырып, сіз жеке басыңыздың мәселесі үшін адамдарды алдайтын болсаңыз, Алланың дініне пайғамбар алып келген хақ дінге қиянат болып табылады екен. Мен намаз оқимын, маған сен деп кейін алдап кететін болсаңыз, бұл намаз Алланың парыз қылғаны, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үйреткені. Біліп қой, мен соны ортаға қойып, сені алдап жатырмын
деген сөз. Мен Аллаға, Алланың пайғамбарының аманатына қиянат жасап жатырмын деген сөз болады екен. Сондықтан рухани ұстанымымызда, яғни имандылығымызда әрқашанда адал болуымыз әрбір мұсылманның міндеті екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мұсылман адам әл-муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Мына жоғарыда айтып кеттік, мұсылман адам оның тілінен де, қолынан да, іс-әрекетінен де ешқандай адам, қоғам зәбір көрмеген адам ол шынайы мұсылман дейді. Сондықтан біздің адалдығымыз қоғамдағы ол біздің шынайы мұсылман болып, ешкімге зәбір бермеуіміз екен. Құрметті қадірменді жамағат, уақытымыз таяп қалды. Дегенмен де биыл 2026 жыл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының әр жылға бағытталған жылдық жоспары бар. Биылға біздің жылдық жоспарымыз ислам және адал қоғам. Ислам және адал қоғам деген бағытта жыл атауы берілді. Алла қаласа осы жылы осы бағытта сіздерменен, халықпенен, мешіт жамағаттарымен, жалпы халықпенен осы салада дінімізді кеңінен насихаттауға тырысамыз. Алла тағала баршамызға бүгінгі қасиетті жұманы құтты да берекелі етсін. Бүгінгі жұмада жасалатын, оқылатын намазымыз, жасалатын дұға тілектерімізді Алла тағала қабыл еткен, иманымызды кәміл еткен. Аллаға және Алланың пайғамбарына адал болған, өзінің ар-ожданының алдында, қоғамның алдында адал болған, бала-шағасының, отбасының алдында адал болған, көршілерінің, қоғамда жұмыстастарының алдында, ағайын-туманың алдында, барша жаратылыстың алдында адал болған шынайы мұсылман болуды Алла баршамызға жазған болсын.